Армағайын эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы тізгіндемен Алтынгүл Төлегенова. Ең алдымен назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Азаттық жолы ғылыми танымдық экспедициясы Қостанай облысының Арқалық қаласына табан тіреді. Сатпаевта интернет және телефон арқылы жасалатын алаяқтық азаймай тұр. Жыл басынан бері ондаған тұрғын қаскөйлердің құрбаны болған, келтірілген шығын көлемі де аз емес. Сатпаев қаласында балаларға арналған көбікті шоу ойын-сауық бағдарламасы өтті. Ашық аспан астында ұйымдастырылған мерекеде бүлдіршіндер көбікке көмкеріліп, түрлі ойындар мен эстафеталарға қатысып, жазғы демалыстың бір күнін көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Ұлытау облысында кадрлық өзгеріс. Мемлекет басшысының жарлығымен Дастан Адайұлы Рысбеков Ұлытау облысының әкімі лауазымынан босатылды. Президент жарлығына сәйкес Ұлытау облысының әкімі болып Есет Берікұлы Байкен тағайындалды. Есет Байкен бұған дейін әртүрлі мемлекеттік қызметтерде еңбек етіп, басшылық лауазымдарды атқарған. Жаңа әкімнің алдында өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуын жалғастыру, инвестиция тарту, инфрақұрылымды жаңғырту және тұрғындардың әл-ауқатын арттыру бағытындағы міндеттер тұр. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 110 жылдығына орай ұйымдастырылған Азаттық жолы ғылыми танымдық экспедициясы Ұлытау өңіріндегі сапарын аяқтап, Қостанай облысы Арқалық қаласына табан тіреді. Тарихи тағылымдық сапар ұлт-азаттық жолында құрбан болған боздақтардың ерлігін ұлықтап, тарихи сананы жаңғырту мақсатын түйді. Экспедицияға қатысушылар алдымен Арқалықтағы дала өлкесі тарихы облыстық мұражайында болды. Азаттық жолы атты кездесуге белгілі тарихшылар, музей қызметкерлері, қаламгерлер мен қоғам қайраткерлері қатысты. Шара барысында жиналғандар ең алдымен азаттық жолында құрбан болған ұлт батырларын 1 минут үнсіздікпен еске алды. Кездесу аясында бірқатар тарихшы ұлт-азаттық көтерілісінің ақтаңдақтары туралы тағылымды баяндама жасады. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс бүкіл Қазақстан аумағын қамтып, ұлттық мемлекетті сақтау үшін талпынған, отаршылдық езгіге қарсы бағытталған ең ірі қозғалыс ретінде төл тарихымызда қалған жөнінде ортақ пікірлер айтылды. Сатпаев шаһарынан шыққан экспедиция мүшелері мұражай ұжымына естелік сыйлық тарту етті. Тарихты оқыдық тарихты. Бірақ ол жерде жалпыламағанымыз. Ұлт-азаттық көтеріліс болды, әрине мысалы болды. Білетіміз Доғал Үрпекті біз Татырды білеміз болды. Басқа туралы жоқ. Мысалы кеше біз Қарағаш жоқ. Мына Жанарқа өнімінің өзінде де кешегі біз Қарағашқа бардық. Негізі одан бөлек тағы да 3-4 ошақтар болған дейді. Мысалы Қара жағына біздегі сол жерлерде мысалы біраз енді кеше Қарағаш оқиғасында бір деректерде 2000-3000-ға жоқ көтеріліс қатысушылар болған дейді. Енді бұл нені білдіреді? Бұл ұлт-азаттық көтерілістің осы біздің Торғай Ұлытау өңіріндегі өте маңыздылығын білдіреді деп ойлаймын. Кездесуге қатысушылар 1916 жылғы оқиғалардың тарихи маңызы мен оны зерттеудің бүгінгі жай-күйін жан-жақты талқылап, алдағы уақытта да бірлескен зерттеу жұмыстарын жалғастыру қажеттілігін алға тартты. Кездесуден соң қатысушылар мұражай қорымен танысып, өңір тарихынан сыр шертер бірегей жәдігерлерді тамашалады. Және әйел адамдардың қолдарына шыққан қаш атыстарды көрсіздер. Бұл жердегі құралдардың барлығы да Қожай коллекциясы деп аталады. Қожай қорымынан табылған жәдігерлерімізге. Іс-шара барысында қатысушылар ұлт батыры Кейкі батырдың кесенесіне барып рухына тағзым жасады. Танымдық сапардың негізгі мақсаты азаттық жолында күрескен тұлғалардың мұрасын дәріптеп, жастардың тарихи санасын қалыптастыру. Экспедицияның Амангелді өңіріндегі тарихи орындарды аралау туралы келесі топтамада баяндайтын боламыз. Нұрлат Қонысбай, Ерасыл Ежанов, Ақшам телеарнасы, Қостанай облысы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сатпаев қаласы полиция бөлімінің өкілдері тұрғындарды алаяқтардың арбауына түспеуге шақырады. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, биыл жыл басынан бері қалада алаяқтықтың 16 дерегі тіркелген. Қылмыскерлердің әрекетінен келген материалдық шығын көлемі 80 миллионға жуықтаған. Өткен жылдың статистикасы алаңдатарлық. 2025 жылы 50-ге жуық алаяқтық фактісі тіркеліп, тұрғындарға келтірілген шығын көлемі шамамен 250 миллион теңгені құраған. Телефон арқылы хабарласып, түрлі сылтаумен ақша аудартуға немесе құпия кодты айттыруға көндіру бүгінде алаяқтардың ең жиі қолданатын тәсілі. Сондықтан полиция қызметкерлері тұрғындарды сақтық шараларын қатаң ұстануға шақырады. Ешбір жағдайда банк картасының номерін, SMS арқылы келген кодтарды, жеке сәйкестендіру номерін немесе
басқа да жеке мәліметтерді бейтаныс адамдарға бермеу қажет. Күмәнді қоңырау түскен жағдайда әңгімені бірден тоқтатып, ресми ұйымдардың байланыс номерлері арқылы ақпараттың рас өтірігін тексерген жөн. Сатпаев қаласының қала қонақтары мен тұрғындары, соңғы уақытта Сатпаев қаласында интернет алаяқтың фактілері әлі де тіркелуде. Алаяқтар өздерінің банк қызметкерлері, құқық қорғау органдарының өкілдері, ұялы байланыс операторлары немесе мемлекеттік мекемелер қызметкерлер ретінде таныстырып, азаматтардың жеке деректерін, SMS-кодтарын және банк карталарын мәліметтерін алдап алуға тырысады. Қазақстанда мұндай алаяқтыққа қарсы профилактикалық жұмыстар күшейтілуде. Сатпаев қаласының полиция бөлімі тұрғындарға сақ болуын ескертеді. Белгісіз адамдарға SMS-кодты, банк картасының деректерін және артында белгіленген 3 кодты айтпаңыз. Телефон арқылы көрген нұсқамау ақшат аудармаңыз. Күмәнді сілтемелерге өтпеңіз. Қазіргі таңда Сатпаев қаласында тіркеліп жатқан соңғы интернет алаяқтың деректерін, көп тіркеліп жатқан деректері инвестиция. Соңғы тіркелген дерек интернет алаяқтық бойынша. Соның жәбірленушіге келген шығынның сомасы 32 миллион теңгені құрайды. Ол инвестиция арқылы жәбірленушінің сеніміне кіріп, инвестиция арқылы, биржа арқылы ақша көтеріп беру мақсатында алданып қалған. Сол үшін қала тұрғындарына ескертеміз. Сақ болыңыздар, интернет алаяқтықтан сақ болыңыздар. Бұл тақырып аясында біз Сатпаев қаласының тұрғындары арасында сауалнама жүргіздік. Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі өздеріне алаяқтар бірнеше рет хабарласқанын айтты. Олардың сөзінше белгісіз адамдар өзін банк қызметкері немесе полиция өкілі ретінде таныстырылып, түрлі сылтаумен ақша аудартуға немесе жеке мәліметтерді алуға әрекеттенген. Алайда тұрғындардың көбі дер кезінде сақтық танытып, алаяқтардың арбауына түспегендерін жеткізді. Подаркың толып тұр, әдемі, керемет, қымбат келіп алып бет хабарлас дейді. Бәленбай ақшаға осыны бір нәрсені бас дейді анау төменгі жақтағы. Сосын міне дейді. Ой, 99 білмеймін. Звондай береді, Каспийден бір апта болды звондап. Сосын Каспийге звондап, нағыз звондай береді десем, біз емес дейді, әйтеуір бір нәрсе жоқ қылды ғой. Биыл елімізде азаматтарды интернет және телефон алаяқтарынан қорғауға бағытталған заңнамалық өзгерістер күшіне енді. Жаңа заң аясында алаяқтық қылмыстар үшін жауапкершілік күшейтіліп, құқық қорғау органдарының мұндай қылмыстардың жолын кесу мүмкіндігі кеңейтілді. Қала тұрғындарының пікірінше заңның қатаңдатылуы уақыт талабынан туындаған шешім. Олар мұндай шаралар алаяқтардың санын азайтып, азаматтардың қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал етеді деген сенімде. Алтынгүл Төлегенова, Мейрамбек Жукенов, Ақшам телеарнасы, Сатпаев. Сатпаев қаласында балаларға арналған көбікті шоу ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Балалар алаңында өткен мерекеге қала тұрғындары, әсіресе кішкентай бүлдіршіндер көптеп жиналды. Іс-шараның басты мақсаты балалардың жазғы демалысын қызықты әрі мазмұнды өткізуге мүмкіндік жасап, оларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлау. Бұл Абай көшесі 65-ші үйдің алдындағы балалар алаңы. Жаздың аптап ыстығына қарамастан, мұнда жиналған тұрғындар қарасы қалың. Әдетте доп қуалап ойнайтын бүлдіршіндер бұл жолы ерекше мерекенің куәсі болды. Сәтпаев қаласының жастар есту орталығының мамандары мен төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері бірлесіп ұйымдастырған көбікті шоу бағдарламасында кішкентай бүлдіршіндерді көбікке көмкерді. Әкімдігінің қолдауымен Сәтпаев қаласының жастар ресурстық орталығы және төтенше жағдайлар бөлімі бірлесіп ұйымдастырған көбік шоу мерекелік іс-шара өтуде. Іс-шараның басты мақсаты балалар мен олардың ата-аналарының көтеріңкі көңіл-күй сыйлау және қауіпсіз демалыс мәдениетін насихаттау. Қазіргі уақытта мереке қызу жалғасуда. Балалар көбік шоуына қатысып, аниматорлармен бірге ойын ойнап, би билеп, ерекше әсер алды. Сонымен қатар төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері балалар мен ата-аналардың жаз мезгіліндегі қауіпсіздік ережелер жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бағдарлама барысында балалар көбік шоуға қатысып, би билеп, аниматорлармен бірге түрлі ойындар мен эстафеталарға қатысты. Белсенділік үшін балаларға базарлық берілді. Әуезді музыка мен қызықты байқаулар мерекенің көркін қыздырып, қатысушыларға ерекше әсер қалдырды. Мерекеге келген ата-аналар да ұйымдастырылған бағдарламаның жоғары деңгейде екенін атап өтті.
Әдемі осындай көбік шоу болып жатыр. Ұйымдастырушыларға рахметіміз айтамыз. Балалар да, ата-аналар да күшті көңіл күйде қуанып жатырмыз. Мынандай ыстық күні балаларға осындай қуаныш сыйлағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Осындай мерекелер көп болсын, қаламыз көркейе берсін. Жастар осындай үлкен белестерге жете берсін. Кішкентай сәбилеріміз қуана берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, Сәтбаев қаласы көркейе берсін. Ұйымдастырушыларға, әкімшілікке көп рахмет. Менің есімім Аянат болады. Мен жасым 11-де. Мен осы Қызылордадан келген қонақпын. Осы ұйымдастырымызға рахмет. Көп ұнап жатыр. Бәрі күшті болып жатыр, әдемі болып жатыр. Зор анау. Сәлеметсіздер барлықтарына. Мен атым Камила, мен жасым 11-де болады. Осындай ұйымдастырып жатқаныңызға рахмет. Ол өте күшті өтіп жатыр. Мені қараңыздар, барлығы күлкілі, жақсы өтіп жатыр. Бұл күні төтеншеліктер де тек тұрған жоқ. Қазір өзегін жоймай тұрған бала қауіпсіздігіне ұжыммен үн қосты. Ата-аналарға терезеден құлау қаупі, су мен өрт қауіпсіздігін түсіндірді. Жаздың ыстық күндері Сәтбаев қаласы төтеншелер бөлімі және де Сәтбаев қаласының әкімдігімен жастар ресурстық орталығымен барлығымыз бірлесіп, осындай балаларға ыстық күнде жақсы көңіл күй сыйлау мақсатында осындай іс-шараны ұйымдастырып жатырық. Және де осы жазғы кезеңде балалардың терезеден құлап кету қаупінің алдын алу мақсатында және де судағы қауіпсіздік, өрттің алдын алу мақсатында бір жағынан профилактикалық және де бір жағынан балаларға осындай көңіл күй сыйлау мақсатында істеліп отқан іс-шара. Балалар көбік астында асыр салып ойнап, бір-бірімен достасып, көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Осындай жазғы мерекелік шаралар балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастырумен қатар, олардың белсенді демалуына және жақсы көңіл күй қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да осындай ойын-сауық бағдарламаларын өткізуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, осы күні ми қайнатқан ыстықтың әсерін азайту үшін коммуналдық қызметтер қала көшелеріне су шашты. Мамандардың сөзінше, су бүрку қоршаған ортадағы жылуды сіңіріп, ауа температурасын аздап болса да төмендетеді. Сонымен қатар, жол жабынының шамадан тыс қызуының алдын алуға көмектеседі. Нұрлат Қонысбай, Мейрамбек Жүкенов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Жұмаға келіп түскен ақпараттар легі осы. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз, онымен таныстыратын әріптесім Салтанат Битабарова. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.